Баршаңа сәлем киношолу сүйер қауым. Бүгінгі видеода Аватар 2 су жолы атты фильм туралы айтамыз. Видеоны көрмей жатып каналға подписаться етуді ұмытпа. Өткен оқиғадан 15 жыл өтті. Джейк Салли өз отбасыларына жаңа бала аватарды қабылдау рәсімінде. Қазірде олардың отбасыларында аватарлар көп. Алғашқы балалары дүниеге келгенде сантафондардың да әке бола алатынын дәлелдеді. Кейін Лог атты бала өмірге келді. Артынша Тирей де олардың қатарына қосылды. Отбасыларында асыранды Ири атты бала да бар. Паук атты бала болса негізінен адам баласы. Осыған дейін полковник әкесімен болса, ол өлгендіктен аватар жерінде қалуды шешкен екен. Қазірде Джейктің қалауының барлығы орындалған. Ол өзін бақытты санайды. Жанында отбасысы мен тыныш өмір бар. Тек бақытты сәттер осымен аяқталғандай еді. Джейк аспаннан қайта жарық бір денені көреді. Бұл адамдар қайта аватар еліне кіріп, жаулап алу шабуылдарын бастады деген сөз. Пандора еліне шабуылға келе жатқан әскери кеме ішінде тек адамдар ғана емес, аватарлар да бар. Нақтылай айтсақ, бұрынғы аватар полковнигі. Адамдар Пандора еліне келместен бұрын жақсылап дайындалған. Өздерінің технологияларын дамытып, адамның жадын өлген жағдайда да сақтауды үйренді. Осы арқылы команда ішіндегі адамдар қаза тапқан күнде де өлі болса да әскери шабуылды жасай алады. Оған қоса осы сапарларына адамдар ең мықты деген әскери адамдарды жинады. Пандора еліне жеткенде жоспар бойынша адамдар әскери база құрады. Кейін бұл ғаламшарды зерттеп, ой шұңқырын анықтайды. Басты мақсат Пандора ғаламшарын адамдарға екінші мекен ету. Полковник қаза болса да өзінің жадын қайта қалыпқа келтірді. Ал енді ол адамдар жағында болғандықтан генералмен кездесуде оған Джейктен кек аласың делінді. Және полковникке генерал тарапына жеке тапсырма берілді. Пандора жеріне полковник бастаған әскерлер аттанды. Ал мұндағы Джейк те құралақан отырмай абориген әскерін жасақтады. Пандораға жасалған алғашқы шабуыл. Пойыздың жарылысынан соң мұндағы жер аласапыранға айналды. Джейктің балалары бұл уақытта пойызға қараймыз деп аспаннан оларды өлтіруге келе жатқан екі тікұшақты көрмей қалды. Тікұшақта полковник Коурич бар еді. Олар мінген тікұшақ орман ішіне келіп қонды. Басты мақсат осы аймақты барынша зерттеп алу. Джейктің балалары жат жерден келген бұлардың іздерін орман ішінен байқады. Полковниктің мұздай қаруланған жасағында байқап, бірден ашық шайқасқа шығуға қорыққандай, алдымен әкелеріне ескертуге шешім қабылдады. Біраз уақыттан соң Джейк және балалары мен Коуричтің арасында шайқас болды. Қарулы жасақ жергілікті тұрғындарға тойтарыс берді. Ал Баук қолға түсті. Коурич Баукты барынша әкеңмін деп сендіруге тырысты. Алайда Баук балада мұның айласын оқып, барынша отбасын сатпай сырын ішінде ұстайды. Коуричтің бұл 100 айласының бірі еді. Сендіру тәсілін өзгертіп, Баукқа жақындап онымен жылы әңгімелесе бастады. Балада Коуричке сенді, сондықтан оған және адамдарына жергілікті мекен жайлы ақпарат беріп, оған қоса құпияларды айтты. Осы айтылған мәліметтерді практика жүзінде байқап көруге шешім қабылдаған Коурич аватарларға арналған тесттен өтті. Содан ұшатын алып құсты бағындырып, оны қолға үйретті. Джейк қолға түскен асыранды ұлы Баук әйтеуір бір күні оларды сатып, Коуричке олардың жасырынып отырған мекендерін айтатын түсінді. Сондықтан кек алу үшін жүрген полковниктен қашу мақсатында Джейк отбасын түгел алып өзге аралға бет бұрды. Мұнда көптеген архипелагтар мен аралдар бар. Ал арал тұрғындары кәдімгі аватарлық тайпа, алайда жаңадан келген Джейктің отбасын олар құшақ жайып қарсы алғысы келіп тұрған жоқ. Тайпа басшысы Тавагани олардың бастарындағы бәлесін айтты. Осы сөздерімен қарсылығын жеткізді. Басшының әйелі Джейктің отбасының мұнда қалуына қарсы екенін айтты. Себебі олар араласқанды, нағыз аватарлар емес. Бірақ қазір олардың басына іс түсіп тұр. Тавагани мұны білгендей оларға бір мүмкіндік беріп аралға орналастырды. Туған жерден кеткен Джейктің отбасына жаңа аралға үйренісу оңай болмады. Тек Кири ғана теңіз аватарларының мәдениетіне үйреністі. Себебі оның теңізбен рухы байланысты еді. Ал жанұяның ұлдары теңізге түсіп, су жануарларына мініп жүр. Негізінен олардың су астында дем алуы қиын еді. Мәселен, жергілікті тұрғындар су астында демін ұстауға әбден дағдыланған. Лог аралдың қыздарымен араласты. Танавари басшысының ұлы Аулунг Кири қызға тиісе бастады. Оның сыртқы түрін жұрттың көзінше мазақ етті. Оның үлкен ағасы Лог Аулунгқа қарсы шығып қарындасын қорғады. Кириді ағасын сабырға шақырды. Алайда Танаваридің ұлы тоқтамай, ақыры соңында Лог онымен төбелесті. Үйге оралғанда әкесіне жасаған ісін айтқанда Джейк қапаланып ұлына Аулунгпен татулас дейді. Екі жігіт қайта жолығып кешірім сұрасты және Аулунг Логты өз ортасына қосты. Бірге аңшылыққа шығуға Логты да алып жүрді. Су астында басқаларына қарағанда әлсіздеу Лог бір сәтте Аулунг пен оның достарынан тысқары қалып қойды. Осы сәтте оған жыртқыш құбыжық шабуылдай кетті.
жанұшыра одан қашып тығылып қалды. Алайда Локтың аузына жинаған демі таусылуға таяды, сондықтан теңіз бетіне қарай жүзді. Шыққан сол еді, жыртқыш құбыжық қайта шабуылға көшті. Енді жемтікке айналайын дегенде Локты Толкун атты теңіздің алып жануары құтқарады. Толкун бұл жергілікті халық үшін қорғаушы кейпіндегі жаратылыс. Локты осы мейірімді толкунмен тіл табысып алды. Кира теңіз рухымен тіл табысуда. Ол ішіндегі белгісіз бір күштің теңізбен байланысын айтады. Джейк өз ұлы Локтың жоқтығынан хабардар болды. Оны табуға аттанды. Кейін Лок өз аяғымен оралды. Жоғалып кетуіне Аулунгтың кінәсі жоқтығын айтып, бар айыпты мойнына алады. Бұлай жасауының себебі Аулунгтың сеніміне енбеді. Аулунгтың достарымен отырғанда Лок Толкунмен достасқандығын айтады. Алайда қалғандары оның айтқанына сенбеді. Бірақтан теңізде Лок Толкунмен кездесіп бірге жүзіп жүрді. Келесі күнгі әңгімеде достар арасында жауыз кит жайлы сөз қозғалады. Лок іште бұл кит Толкун екендігін түсінді. Белгілі болғандай достары Толкунды жамандай жөнеліп, оның біраз уақыт бұрын жасаған жауыздығын сөз етеді. Алайда Лок бұлардың айтқандарына сене қоймады. Теңізге Толкунмен кездесуге шықты. Кейін алып киттің миымен байланысқа шықты. Солай китпен тілдесті. Оқиға негізінен бұлай болған. Алдымен аватарлар Толкунның анасын өлтіргеннен кейін кек алу мақсатында Толкун жанына басқа киттерді жинап шабуыл жасаған екен. Солай Толкун жаман атқа қалып тайпадан қуылады. Осы уақыттарда Кира жанындағы басқа балалармен рухтармен байланысқа шығуға болатын мекенге барады. Өзінің анасымен кездескен Кира одан шын әкесінің кім екендігін сұрайды. Сол уақытта су ішінде Кираның жағдайы нашарлап талып қалады. Жергілікті дәрігерлер Кираны емдей алмады. Тек Рональд қызды қайта қалпына келтіреді. Кираның жағдайына байланысты Джейк қызына көмектесуге басқа жерлерден дәрігер шақыртқан екен. Бұл хабарды Коуридж те естіді. Солай Джейктің батыс аралда екендігін анықтады. Аралға әскермен барып жергілікті тұрғындарды тұтқындаған соң Джейктің отбасының қайда екендігін сұрайды. Алайда Танавари айтпайды. Бұларды қанша мазақ етіп қинаса да Джейктің қайда екендігін айтпайтындығын түсінген Коуридж барынша ашық әрі жабайы түрде жұмыс жасауды шешті. Өздерінің қаншалықты қауіпті әрі мықты екендіктерін мұндағыларға көрсету үшін Толкун киттерге шабуылдауды шешеді. Теңізге шыққан әскерилер бірте-бірте киттерді қолға түсіп өлтіре бастайды. Өлген киттің ішкі ағзасын зерттей келе одан өте бағалы қоспаны табады. Егер мұны жер ғаламшарына әкеліп сататын болса, $1 миллион тұратындығын айтады. Полковник Коуричтің қатыгездіктерін сырттай жанында жүріп көрген Баук жасаған істерін және оған көмектескені үшін өкініп қалады. Ал теңізде киттерге жасалып жатқан шабуылдарды естіген Лок өзінің досы Толкунды шабуыл туралы ескертуге тырысады. Теңізге шыққан оны тоқтатуға соңынан бауырлары мен Аулунг кетеді. Қазір теңіз қауіпті болғандықтан оны жібермеу керек еді. Толкунды тапқанда Локтың жанына бауырлары да келе қалады. Ал Толкунның жағдайына қарасақ, оның жүзбе қанатына GPS орнатылған. Сол арқылы Кио аулаушы Коуричтің адамдары оның соңынан келе жатыр. Енді оларға көмек керектігі анық. Балалар бұл жайтты ата-аналарына хабарлауды шешті. Балаларына асығып жүзіп келе жатқан ата-аналарынан бұрын Коуричтің кемесі жетіп, Лок және оның жанындағыларды тұтқынға алады. Қолдарына қару асынып балаларды құтқарамыз деп келе жатқан Джейк бастаған аватарларды дайын. Бірақ Джейк Коуричке қарсы шайқас барысында қанды болатынын түсінді. Сондықтан басқа бір келісім күтті. Коурич Джейкке егер өзің кемеге кіріп, менімен кездессең балаларыңды босатамын дейді. Балаларына өзіне айырбастауға қарсы емес Джейк онда барғанда Коуричтің өзін өлтіретіндігін түсінді. Оның ойлағандай бортқа Джейк келгенде Коурич оны өлтіруді шешеді. Оның басына қару тақалып тұрғанын көрген су астындағы Толкун көмектесуді шешіп кемеге соға бастайды. Кейін су үстінен шығып кеме үстіне құлайды. Көптеген әскер қаза табады. Баук өз қатесін түсінгенде адамдарға қарсы шығады. Кейін кеменің басқару жүйесін бұзып, оны істен шығарады. Шабуыл кезінде Кираның теңізбен байланысы артып, оның су күшін пайдаланатын қабілеті ашылады. Осыны пайдаланып Коуричтің адамдарына қарсы шыға бастады. Шайқас кезінде Нетея қаза табады. Ұлының өліміне Джейк ашуланды. Ал Коурич Кираны алып кетті. Кейін Джейкті өзі жекпе-жекке шақырады. Жекпе-жек кезінде кеме ішін су басып жатты. Коуричті барынша соққылап, оны есінен тандырған соң су түбіне жібереді. Алайда Джейктің өзі де су ішінде қалды. Тек соңғы сәтте Лок келіп әкесін сыртқа алып шығады. Ал су түбіне кеткен Коуричті Баук алып шығады. Барлығы біткен соң Джейк Танаваридің өтінішімен осы мекенде қалуды шешті. Осылайша бүгінгі видео соңына жетті достар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше аман сау болайық.